Сәлем жас физик феткалардан мындай бір электросети бөлімін ашамыз. Сол жерден ашатын болсақ, бізде екі түрлі тоқ беріледі. Қараш, AC деген, DC деген. DC деген тұрақты тоқ болатын болса, AC деген айнымалы тоқ екен. Жігіттер, қыздар, бүгін біз сол айнымалы тоқты қарастырып өтетін боламыз. Бүгін қарастыратын тақырыптар айнымалы тоқ тізбегіндегі активті және реактивті кедергілер. Осылар бойынша негізінде ОБТ-да каждыйның бір сұрақ кездегеді, яғни ол бір балл болып келеді, немесе 2 балл болып келеді. Сондықтан бүгінгі тақырып это постоянный минимум 1 балл. Жақсы? Так, жалпы айнымалы тоқ дегеніміз не? Айнымалы тоқ деп ол өткізгіштегі зарядталған бөлшектердің период түрде өзгеріп отыратын сыртқы электр қозғаушы күш әсерінен болатын еріксіз тербелістер атап келеді екен. Бұл жерде өзгеретін шамалар ретінде, яғни заряд өзгереді. Жас болсаң. Заряд өзгереді. Өзгереді тағы тоқ күші, өзгереді тағы кернеу. Яғни үшеуі де тұрақты емесе, еш қайсысы тұрақты емесе. Міне осылардың барлығы бізде өзгеретін тоқты біз айнымалы тоқ деп атап кетеді екенбіз. Енді айнымалы тоқ негізінде электромагнит тербелістерден деп туындаса болады десем де болғанша. Неге өйткені? Қара. Саған мен арнайы осындай тізбек дайындап қойдым. Тоқ көзі, одан кейін конденсатор өзім білетін, одан кейін катушка, енді оралған сым және қосымша тағы резистор қойып қойдым және кілт. Егер мен бұларды қосатын болсам, мұнда қара, ол туда, сюда, яғни тоқ бір бағытта емес, тоқ яғни анда келеді, и мұнда келеді. Яғни екі бағытта да жүріп жатқанын байқайсың. Енді бұл жерде біз қазір мұнда кернеулерін өлшейтін болсақ, қарайтын болсақ, бұл жерде кернеуі мынаны тұрақты емес. Мынаны да өлшейін десем де, ода да өзгеріп жатады. Тура сол сияқты, мынаны өлшейін десем де, ода да өзгеріп жатады екен. Енді бұлардың өзгерісі қалай болады? Мұнда келтіріп қойын. Мысалы, мұнда қазір тоқ күшін өзгерісі. Мұнда үлкектеттім мінеке. Ал мұнда өзгеріс нендікі десең, мұнда өзгеріс кернеудің өзгерісі. Пожалуйста. Қарайтын болсаң, бұл екеуі қазір бірдей өзгеріс жасап жатыр. Яғни біз қазір жеке-жекеде қарастырып өтсек те болады екен. Ол үшін мысалы бұларды негізі бүтіндей қосасақ, онда біз айнымалы тоқ жүйесі есептелінеді бұл үшеуін. Бірақ жеке-жекеде талдап өтуге болады. Біз соны қазір жасап өтетін боламыз. Енді бұл ақыр электромагнит тербеліске қатты ұқсайтын болған себепті, содан алып келеді ғой өз басын. Мысалы, мұнда тербелістер формулада келеді. Мысалы, айтады, графикте айнымалы тоқ күшінің уақытқа тәуелді графигі берілген. Бұл айтқан кезде бұл косинус заңымен өзгеріп тұр. Біздің тоқ күшімізде графикте сәйкес келетін тоқтың периодын сұрап отыр. Енді қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 4 деп белгілеп жетсең, бір балдан айырылып қалуы мүмкін. Неге? Өйткені мұнда қарау керек та. Үтірден кейін қарайтын болсақ, оны -2 дәрежеде жазылып тұр. Сонда жауабымыз В жауабына сәйкес келіп кетеді деген. Сондықтан асықпауымды сұраймын. Бұл енді қарайтын болсақ, мұнда қазір I максималымыз тең болып тұр 0,2 амперге. Дұрыс па? Ал осы жерде әсерлік мәнін табу үшін біз I максималды бөліп тастаймыз түбір астында 2-ге. Бұндай да сұрақ кезігеді, алда көрсететін боламын. Мысалы, мына сұрақта суретте келтірген график бойынша зарядты максимум шамасы. Бұл не қазір заряд өзгеріп тұр, яғни заряд синус аңмен өзгеріп тұр біздің жағдайымызда. Енді максимал мәні ол бізде мінекей 5 микрокулонға тең болып тұр екен. Енді бұның периодын табатын болсақ, бұл жерде де период тең болады. Мінекей екі өркешінде алсаң болады, немесе өзін алсаң болады, 4 микросекунд болып тұрады. Яғни 4 көбейтілген оның -6 дәрежесінде секунд. Заряд өзгереді, бұдан бөлек тағы кернеу өзгереді. Бағана айттық қой, суретте айнымалы тоқ тізбегінің бөлігінде кернеудің уақытқа тәуелді график көрсетілген, айтады кернеудің әсерлік мәні. Кернеудің әсерлік мәнін табу үшін біз U максималды бөліп тастаймыз түбір астында 2-ге. Яғни біздің максимал мәніміз 50-ді бөлеміз 1,41-ге. Қанша шығады екен? Немесе 50 түбір астында 2 деуге де болатын шығар, яғни жауабымыз А жауабына сәйкес келеді. Немесе біз егер калькулятормен есептейміз деп шешсек, 50-ді бөліп тастаймыз 1,41-ге. Анау екі жауапты да осыларды сұрайды ғой. Сонда бізде 35-те жоқ шамамен 35-те 5 вольт болып кетеді екен. Яғни эффективті оның әсері 35-те 5 вольт екен. Ал максимум 50 вольтқа дейін бары дейін. ОБТ мынандай да сұрақтар кезігеді. Айнымалы тоқ күшінің әсерлік мәні дейді. Әсерлік мәнін тапқан кезде біз
максимал мәнін түбір асты 2-ге бөліп тастаймыз. Яғни жауабымыз С жауабына сәйкес келеді. Міне осындай қарапайым сұрақтар ұбт-да кезігіп жататын. Енді біз қазір тақырыбымыз екінші бөлігіне көшеміз. Ол бізде айнымалы тоқ тізбегіндегі жүктеме. Ол бізде реактивті және активті болып бөлінеді. Егер біз бұрыннан бері біз біліп жүрген R деген бар ғой. Соны біз қазір енді бүгіннен бастап активті кедергі деп атап кетеді екенбіз. Оған не жатады? Барлығын айтып өтемін. Жақсы. R бізде сонда активті кедергі, индуктивтілік кедергі дегеніміз ол XL деп белгіленеді, және символдық кедергіні біз XS деп белгілеп кетеді екенбіз. Бұлары сабақтың ортасына қарай толық тоқталып өтетін боламын. Әзірге тек белгілену ғана. Енді айнымалы тоқ тізбегінде актив кедергі энергиясы ішкі энергияға түрленетін, яғни жылуға түрленетін біз кедергіні актив кедергі деп атап кетеді екенбіз. Ол көзің білетін кәдімгідей шам болсын, одан бөлек резистор болсын, жаңағыдай біздің жаңағыдай плита болсын да, яғни бұлардың барлығы жылу береді бізге. Сондықтан, яғни жылу береді, ол бізде активті кедергі рөлін атқарып кетеді екен. Мұнда қазір резистор берген айтады 15 омға тең деп. Мұнда шамда берген. Екеуі де соған жата береді. Бұдан бөлек тағы да қосымша өткізгіштің өзінің кедергісі де сол актив кедергі болып есептелініп кете береді екен. Мұнда қарайтын болсақ, кернеуіміз косинус заңымен өзгеріп тұр екен. Яғни кернеуіміз әрқашан косинус заңымен өзгереді екен. Мінекей, резистормен жалғастырмадан тұратын қарапайым тізбектің қысқаштарына кернеу косинус заңымен өзгереді. Бізге бұрыннан үлкен R әрпімен белгіленетін айнымалы тоқ тізбегінде кедергіні актив кедергісі деп атап өтетін боламыз. Айтпақшы, ток күші мен кернеу ілесімдері үшін Ом заңы орындалады екен. Ом заңы бұл жерде де орындалады. Екен сұрақта бар ғой. Ом заңы орындала ма, орындалмай ма деген. Так, енді мұнда қазір қарайтын болсақ, бойынша бағана мен көрсеткен болатынмын, екеуінің графигін келтірген кезде активте екеуі де бірдей тербелетін. Яғни екеуі де бірдей тербеледі дегеніміз, олардың екеуі де косинуспен тербеледі деген сөз ғой. Мұнда екеуі де косинуспен тербелетін болса, онда фазалық айырымдар олардың нөлге тең. Яғни екеуі де косинуста косинус азайып жіберетін болсақ, сенде по-любому сол нөл шығып кетеді екен. Актив кедергілер ретінде өткізгіштердің өзін және кабельдерді атап өтсек болады екен. Жақсы? Бұндай сұрақтар ұбт-да келуі мүмкін бе десең, келуі мүмкін. Мұндай сұрақтар кезігеді. Егер білмесең, ондан жерде тупо жаңағыдай наугад жіберіп отыратындай бар, бірақ мына тақырып өткеннен кейін саған спокойно болады. Мына қара, кернеу ол косинус заңымен өзгеретін айнымалы тоқ тізбегіне қосылған актив кедергінің өрнегі және осы тізбектегі тоқ күшінің теңдеуі дейді. Актив кедергінің өрнегі біз білеміз, ол бізде өткізгіштің, яғни өткізгіштің кедергісі. Өткізгіштің кедергісі қайсы ол? Мында актив кедергі, өткізгіш кедергісі. Өткізгіш кедергісі. Өткізгіш кедергісі дегеніміз ол R тең болады Rolls-Royce емес пе? Әне жауабымыз H бола салады. Бітті? Енді айтады, осы тізбектегі тоқ күшін теңдеу дейді. Актив кедергі бар кезде, онда біз тоқ күшіміз косинуспен өзгереді. Косинуспен өзгеру керек болады. Сондықтан не істейміз? Косинуспен өзгеретін болса, онда біз D жолына сәйкес келеді деп жіберуіміз қажет екен. Енді мұнда екінші ширек болып кете ма? 1 мен 2 косинус екінші ширекте минус болып кетеді. Сонда жауабымыз мінекей. Мынау келмейді, қалғандар келмейді. Сонда жауаптарымыз D және H болып кетеді екен. Мұнда синус пи бөлінген 2 дейді. Мынау ойлану керек екен. Мынау жата ма, жатпай ма? Меніңше жатпайтын сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Так, практика сабақты қарастырып өтетін болып, жата ма, жатпай ма? Кәдімгі сызып отырып шеңберді. Келесі, ол символдық кедергі деп аталады. Символдық кедергі ол конденсатордың кедергісі. Иә, дұрыс естідің. Біз конденсатордың символы бар дейтін болса, конденсатордың бекен, оның тағы да кедергісі бар екен. Оны төртіншіде қарастырып жатамыз. Енді айтады, электр символығына ауыспалы тоғына көрсететін кедергіні біз символдық кедергі деп атайды екенбіз. Символдық кедергіні біз X әрпімен белгілеп кетеді екенбіз. Енді бұл X-ны қалай табамыз? Жалпы бізде кернеу косинус заңымен өзгереді, дұрыс па? Кернеу косинус заңымен өзгереді. Зарядымыз косинус заңымен өзгереді. Егер зарядтан туынды алсақ, бізде ток күші шығады, ток күшіміз синус заңымен өзгереді уже. Осы жерден біз мынаны алып кететін болса, яғни ток күшіміз ол бізде максимал мәндерін алып отырмыз қазір. О максимал көбейтілген омега болатын болса, онда
сыйымдылық кедергінің формуласы онда мынандай болып кетеді екен. Сен аны кітаптардан көрген боларсың. Егер сәл түсініксіз болса, ештеңе етпейді. Мен тағы да бір түсіндіріп беремін. Яғни Ом заңы орындалатынын айтып өттік. Бізде IM тең болады UM бөлінген X. Яғни бізде болмайды десең, қазір қара. Помнишь, мен неде көрсетіп айтқан болатынмын, I максимал дегеніміз, ол дегеніміз Q максимал көбейтеміз омега. Не сияқты мысалы, V максимал дегеніміз ол амплитуда көбейтілген омега еді ғой. Тура сол сияқты жерде. Тура сол сияқты енді осы жерде Q максимал деген не? Негізі Q тең еді CU-ға ғой. Дұрыс па? CU-ға. Орнына қоясам I максимал тең CU максимал көбейтеміз. Енді бұл жерде омега тұр. Омега тұр. Осы жерде мен қазір былай алатынмысым саған ыңғайлы ретінде былай I максимал ретінде жасайын. Так, осы жерден біз қазір мына I максималды мен мұнда келетін болсам. Онда менде мұнда бір қалады тең CU максимал көбейтеміз омега бөлінген I максимал болады. Енді қараш, егер мен кернеуді, негізі R тең болады, кернеу бөлінген тоқ күші ғой, тура сол сияқты да. Бірақ осы кедергіні біз сыйымдылық кедергісі деп атаймыз. Яғни бір тең болады C көбейтілген X көбейтілген омега. Осы жерде мен X-ін табатын болсам, яғни сыйымдылық кедергіні, онда мына екеуі көбейтіліп тұрған бөлініп барады. Сонда омега көбейтілген C. Яғни осындай болып кетеді екен. Бұл бізде сыйымдылық кедергісі деп аталады. ОБТ-да мынандай сұрақтар кезіктіруі мүмкін. Мынау бізде теңдеулері, графиктері, және мұнда осы сұрақ келеді именно. Тізбектегі тоқ күшінің тербелістері кернеу тербелістері фаза бойынша пи бөлінген 2-ге озады дейді. Яғни кішкене алда болады. Неге өйткені біреу синуспен өзгереді, біреу косинуспен өзгереді ғой. Олардың арақашықтығы пи бөлінген 2 екен. Осыны жаттап ал. Міндетті түрде жаттап ал. Так, келесі. Мынандай бір сұрақтар кезігеді. Бұны жаттауға қажеттілігі жоқ. Мұны шығарамыз. Сыйымдылық кедергіні сұрап отыр. Сыйымдылық кедергі дегеніміз ол 1 бөлінген омега көбейтілген С. Омега бізде жоқ, бірақ ол деген ол 2 пи не емес пе? Міне стандарт жиілік 50 Гц. Көбейтеміз С-ға. 1-ді бөліп тастаймыз 2 көбейтілген пи-ға. Көбейтеміз жиілігіміз 50-ге тең. Сыйымдылығымыз 20, оның минус 6 дәрежесіне тең екен. Енді мұнда қысқартатын болсақ, мұнда оның 6 дәрежесі болып барады. Мұнда сонда 2 пи көбейтеміз неше? 1000 бола ма? 1000 да? Жақсы, онда бізде қалай болады екен? Яғни мына 3 дәрежесі қысқарт дейтін болсақ, оның 3 дәрежесін бөліп тастаймыз 2 көбейтеміз 3,14-ге. Яғни 6,28-ге бөліп тастайтын болып тұрмыз ғой сонда. 1000-ды бөліп тастаймыз 6,28-ге. Тең 159. Яғни жоқ шамамен алған кезде почти 160 омға тең болып кетеді екен сыйымдылық кедергіміз. 7-ші сұрақ. ОБТ 20-22-де міндетті түрде осы сұрақтарға бүгін қайталап айтамын. Бүгін өтетін тақырыпқа міндетті түрде бір сұрақ келеді. Дальше кеттік. Айнымалы тоқ тізбегіндегі индуктивтілік катушка. Яғни мен бағанағы неден көрсететін болсам, мына біздің бағанағы неміз ашып қоясайын. Мұнда катушка келтірген. Катушка келтірген. Мұнда қазір нені қарастырып отырмыз. Мұнда L вот, бағана ана жерде C болып тұрды. Именно осыны қарастырып жатқан болатынбыз. Жеке-жеке де қарастырамыз. Практикалық сабақта мен фетпен әдемілеп жеке-жеке түсіндіріп өтетін болам, бірақ ол көп ұзақ уақыт алды, сондықтан. Енді айнымалы тоқ тізбегіндегі индуктивті катушка. Бұл жағдайда бізде зарядымыз косинусымен өзгеретінін білесің. Тоқ күшіміз бізде синусымен өзгереді. Сонда бізде мындай айтады, теңдеулерді салыстыра отырып, мынандай қорытындыға келеміз дейді. Катушкада тоқ күші тербесі кернеу тербесінен фаза бойынша пи бөлінген 2-ге артта қалады. Яғни сәл 90 градусқа қал отырады екен. Яғни бұны да ОБТ сұрақтарына кезігеді. Ескі сұрақ, бірақ қайталанып келеді, сонда жаттап алсаң да болады. Жақсы. Негізгі теңдеулерін бөлу керек болады. Мұнда қазір қарайтын болсақ, мұнда бір қарап жүрші. Сонда сенде мынандай шығады мінекей. U максимал тең болады омега L көбейтілген IM дейді. Яғни получается сенде кернеу дегенің ол негізі тоқ күші көбейтілген кедергі еді ғой. Міне тоқ күші тұр.
демек кедергінің рөлінде омега көбейтілген L болып тұрады. Сонда бізде индуктивтілікті кедергі дегеніміз ол омега көбейтілген L. Міне. Осы нәрсені білуің қажет. Бұл жерде ең маңыздысы, және мынаны жаттап алсаң болады 40-тан асыру үшін. Так, енді ОБТ-да сұрақтар былай келеді. Катушкада 2 кГц жиілікте 157 Ом индуктивті кедергіге болады. Катушканың индуктивтілігін сұрап отыр. XL тең болады омега көбейтілген L. L-ді сұрап тұр ғой шерен. L тең болады XL-ді бөліп тастаймыз омегаға. XL-міз бізде қанша дейтін болсаң? Ол бізде 157-ге тең. Бөліп тастаймыз 2 көбейтеміз 3,14 көбейтеміз 2000-ға. Қалған енді калькулятормен шығара салайық. Яғни біз қазір 157-ні бөліп тастаймыз 2-ге, бөліп тастаймыз 3,14-ге, шыққан мәні тағы да бөліп тастаймыз 2000-ға. Тең болады деген 0,0125. 0,0125 Генри, сонда жауабымыз қайсы болады десең, жауабына сәйкес келіп кетеді екен. Міне, жалпы формулалар өте қарапайым. Оларды міндетті түрде жазып жаттап аласың. Енді бұл жерде бізде механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғы бар. Мысалы айталық, ТЭЦ болсын, ГЭЦ болсын немесе ол жерде механикалық айналдырған кезде ол тоққа айналдырып жатады. Мысалы айталық, кейде великтің үстіне қойып қояды, немесе великтің дөңгелегіне қойып қояды деген сияқты да. Сол арқылы мысалы жел энергиясын қолдану кезінде ол жерде механикалық энергияны электр энергиясына айналып жүріп жатады. Осы энергия түрлендіретін ол бізде индукциялық генератор деп аталатын құрылғы екен. Бұл сұрақты ОБТ-да кездескен, мысалы мынандай болып тауып алдым сендер үшін. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғыны біз индукциялық генератор деп атап өтеді екенбіз. Міне жігіттер қыздар, осындай әдемі сұрағымызбен, осындай теориялық сұрағымызбен бүгінгі сабақты тәмам етеміз. Егер оқимын десең, мына беттерді қарастырып өтсең болады, бірақ ОБТ-да ең керекті дейтін барлығын сендерге осы сабақта талдап бердім. Сол жеткілікті негізі. Ал жігіттер қыздар, үй жұмысында осыны есепте келетін болса, шаршат деп үміттенемін.